Қу түлкі тырнаны алдамақ болды. Бірақ оның айласы ашылып қалды. Тырна түлкіні қалай жеңді? Қу түлкі тырнаны қонаққа шақырды. Бірақ соңында не болды? Оны білгің келсе, ертегі тыңда. Сәлем. Бүгін мен саған тағы да бір қызықты ертегіні әңгімелеп беремін. Тыңдауға дайынсың ғой? Ендеше бастайық. Ертеде бір орманда түлкі мен тырна көрші тұрыпты. Бір күні қу түлкі тырнаны қонаққа шақырады. Көршім-ау, ертең маған қонаққа келсеңші, дейді тырнаға. Тырна болса, ойында ештеңе жоқ, қуанып келісе кетеді. Ертеңінде уәделескен уақытта тырна түлкінің үйіне келеді. Түлкі болса, дәмді тамақты тырнаның алдына қояды. Бірақ тырна ешбір тамақты жей алмайды. Неге екен? Өйткені тырна ұзын тұмсықты ғой. Ал түлкі болса, оған тамақты жайпақ ыдысқа салып береді. Тырна тұмсығымен олай тықылдатады, былай тықылдатады, бірақ еш нәрсе жей алмайды. Түлкі болса, оны мазақтап: жесеңші тырна, жей ғой. Жемесең, барлығын өзім жеймін, деп барлық тамақты өзі жеп тойып алады екен. Тырна орнынан тұрып: жарайды түлкі, шақырғаныңа рахмет, ертең маған қонаққа кел, дейді. Ертеңгі күн болады. Түлкі тырнаның үйіне қонаққа келеді. Тырна не істейді? Тырна болса, барлық тағамдарды жоғары жағы жіңішке келген құмыраларға салып, түлкінің алдына қояды. Ал түлкі ондай құмарадан тамақ жей ала ма? Әрине жоқ. Сөйтіп барлық тағамын тырна өзі жеп, түлкі аш қалады. Тырна түлкінің өзіне жасаған ісін алдына келтіріпті. Қу түлкі барлығын алдаймын деп жүріп, өзі де қиын жағдайға тап болды. Бұл түлкіге үлкен сабақ болды, я? Бұл ертегі бізге ешкімді алдауға болмайтынын, барлық жасаған ісің өз алдыңа келетінін түсіндіреді балақай. Осымен бүгінгі ертегім аяқталды. Келесі кездескенше.